Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Алдымен өзіңізді жақсы көріңіз. Қалғанының бәрі тәртіпке келеді. Бұл әлемде бәрін жасау үшін өзіңді жақсы көруің керек. Ең алдымен өзіңді сүйіп үйрен. Өзіңді сыйлап үйрен. Осал тұстарыңды ойлай бермей, мықтылығыңды ойлап, оларды шыңдап үйрен. Өзіңді өзің көтермесең, еңсеңді ешкім көтеріп бере алмайды. Өзіңді сыйлап бастамасаң, ешкім сыйламайды. Өзіңді сүю арқылы бастайсың. Түрлі келбетіңе мән беріп, денсаулығыңды дұрыстап, көркіңе көңіл бөлесің, дамисың, өсесің, өз ісіңмен айналысасың. Бұл жерде сенің жақын адамдарың саған барынша көмек береді. Бірақ әрі қарай өзіңді алып жүру тек сенің қолыңда. Бас, қол, аяқ сенікі. Демек, жауапкершілікті өз мойныңа алатын уақыт келді. Өзіңді жақсы көрмеуің, бар жақсыға лайықты екеніңді сезінбеу, өзіңе аяну, өзіңді төмендету, істеріңді құнсыздандыру, өз бағаңды білмеу, өзіңді сыйламау, қаншама проблема осы нәрселерден туады. Бұның барлығы ауада пайда болмайды. Балалық шақтағы оқиғалар, есейгендегі түрлі ситуациялар негативті ықпал етеді. Мен әрқашан қыз бала өзінің құнын білгенін, өзін сыйлатқыза алғандығын қалаймын. Себебі кей қыздарды көргенде қанша жерден заман өзгерсе де, қыз өз құндылығын сақтау керек қой деген ой туады. Әйел затының мына әлемге ықпалы мықты екенін айтып жүргенім бекер емес. Себебі қыз бұзылса, ұлт бұзылады деп қазақ бекер айтпайды. Сөйлейтін сөзіміз, жасап жүрген істеріміз, мінезіміз бен тұрмысымыз, бастысы өзімізге деген қарым-қатынасымызға мән беріп, өз қадірімізді терең білсек екен. Еркенің елігіндей бұлаңдаған қазақ қыздары өз нәзіктігімен ер азаматқа күш береді. Дабырламай ақырын, асықпай байыппен сөйлеп, жүрген дыбысы естілмеген бұрынғы қыздардың ұяң мінез, биязылық, ұялшақтық қызға сұлулық беретін бірден-бір мінез. Не болса да тәрбие қыздардан басталатын болған соң, қазақ қызы өз қадірін жоғалтпай, өзін сыйлата білсе екен.